Ол Хаустың орындаушысы, мыңдаған ойдың құдайы, Найрлат-Хотептің бейнесі. Ал шындықты іздеген зерттеуші оның тәніне айналды. Қара тұңғиықтың Хаусы зерттеушінің тәніне қиылды. Осы қабықпен қараңғылықтың адамы қайтадан шынайылықта еркін жүріп, барлық жаратылысты қорқынышты тұңғиыққа жетелейді. Аңызға сенсек, алдымен көпірден бос бөтелке табу керек. Сосын оған үрлеп, бос адамды елестетсең, ол саған жауап береді. Алғашқы түні сен бос адамның сыбырын естисің. Екінші түні оның сұлбасы алдыңа келеді. Үшінші түні бос адам сені алып кетуге келеді. 1995 жылы Гималай тауларына 4 шетелдік саяхатшы келді. Олар әзілдеп, шайқалған аспалы көпірден жеңіл жүріп өтті. Біршама уақыттан соң тау шыңына көтерілді. Алайда алыстан жиналған бұлттар алда дауыл тұрғанын үнсіз ескертті. Пол аңғар түбінен шыққан әлдебір сыбырды естігендей болды. Ол жұмбақ үнге еріп, жартас жиегіне жақындай бастады. Бірақ бірнеше қадамнан кейін тайып кетіп, жартастың жарығына түсіп кетті. Грег Херли Полды құтқару үшін арқанын алып шықты. Шамын түсіріп қарағанда, жерде ұсақ, сары жәндіктер қаптап жүргенін көрді. Көп ұзамай ол Полды тапты жарақатсыз. Бірақ арқасын беріп, қимылсыз отырған. Грег шамның жарығымен Полдың қараған жағына көз салды. Жартастың қасында өрмекшінің аяғындай сүйектері өсіп шыққан. Көкірегін қырықтан аса саусақпен айқастыра бүркенген. Үрейлі қаңқа отырды. Бұл көрініс Грегті есеңгіретіп, бұлар шынымен адам сүйектері ме деген ойға қалдырды. Тері бойымен суық жүгіріп, ол еріксіз жақындай түсті. Ал Пол әліде мең-зең күйде, көзі бос, жансыз еді. Грег қолын соза бергенде, Пол кенеттен, маған қолың тисе өлесің деп күбірледі. Полдың бұл қылығы Грегті үрейлендірді. Ұзақ ойланудан кейін ол бәрібір Полды алып шығуға бекінді. Иығына қолын тигізген сәтте, Полдың жүзі ауырсынудан бұрмаланып, тыйым бұзылғандай көзінен жас ыршып, есінен танды. Таудың басында боран ұлыды. Олар паналайтын жер іздеуі тиіс еді. Жолдың орта шенінде Полдың сүйіктісі Рути ескі ағаш лашық тауып алды. Полды тексеріп отырып, Рути күтпеген жерден әдемі ойылған көне сыбызғыны тауып алды. Олардың ешқайсысы мұндай зат әкелмеген болатын. Полдың тәні сау, бірақ санасы әлі де мең-зең күйінде еді. Дәл сол сәтте боран соқты. Жанында отырған Рути шыдай алмай, құпия сүйек сыбызғыны ерніне апарып, үн шығарды. Құлақ тұндырған дауылдың ішінен төмен күңгірт үн жаңғырды. Келесі күні таңертең Грег пен оның сүйіктісі Фиона азда бас ішіп, жолды барлауға шықты. Ал Рути лашықта қалып еді. Қар арасынан қараңғы сұлбаны көрді. Алдымен оны жергілікті тұрғын деп ойлап, көмек сұрай жүгіріп шықты. Бірақ әлгі бейне үнсіз тұрды. Адамнан тыс тым биік еді. Қараңғы елесі артынан қуа жөнелгенде, Рути лашыққа жүгіріп кіріп, есікті жауып, қолына пышақ алды. Сол сәтте сырттағы дауыс кенеттен Грегтің үніне айналды. Алайда ешкім көрінбеді. Бұл көріністер Рутидің санасын шырмап, бәрі елес пе деген күдік туды. Түн қайта түскенде Рути қалғып кеткен еді. Кенет құлағына Пол сыбырлап келді. Ертеңінде Рути оянғанда Пол жоқ еді. Босағада жаңа іздер тау шыңына қарай созылып жатты. Ізбен жүріп отырып, олар аспалы көпірге жетті. Сонда Пол сүйек сыбызғыны тартып отыр екен. Оның шақыруына еш мән бермей, Грег өзін ұстай алмай, Полды оятуға тырысты. Пол тағы да үңгірдегі сөздерді қайталады. Бұл сөздер Грегті абыржытты. Ал Рути кенет бір тылсым күшке ергендей, пышағын суырып, Грегті жаралады. Фиона тоқтатуға ұмтылды, бірақ Рути оның тамағын қиып, денесін құзға тастады. Полдың көз алдында Рути де өзін жоғалтып, ақыры өзі де тұңғиыққа секірді. Араға 20 жылдан астам уақыт салып, Джеймс таңғы жүгіруге шықты. Құлағында сол кезде қайда едің деген сөз жаңғырып тұрды. Джеймс бұрын полицей еді. Қазір қауіпсіздік жабдықтары дүкенін басқарады. 1 жыл бұрын әйелі мен баласы жол апатынан қаза тапқан. Қайғы оны тұңғиыққа тартып, жалғыз кезбе еткен еді. Үйіне оралғанда ол аулада отырып, көрші қыз Аманданы байқап қалды. Олардың тағдыры ұқсас еді. 2 жыл бұрын Аманда да әкесінен айырылып, әлі күнге дейін ұмыта алмай жүрді. Алайда соңғы кезде ол өзін жұбата бастады. Ол әлдебір құпия сананы елестетіп, соның күшімен ой санасын жеңілдеткенін айтты. Бұл сөздер Джеймсті абдыратты. Ол мәнін ұқпай, тек күлкімен жауап берді. Таңға жуық Джеймс шошып оянып, дәретханаға барып, антидепрессант ішті. Болғана оның қайғысын жеңілдететін. Көп ұзамай Аманданың анасы Нора хабарласы. Қызының жоғалғанын айтып, көмегін сұрады. Джеймс Аманданың бөлмесін қарап, таң қалды.
Қабырғада қара плакат ілінген. Ал айнада қанмен жазылған сөздер тұрды. Бос адам мені мәжбүрледі. Барлық жағдай бір түрлі әрі үрейлі еді. Соңында Нора полиция шақыруға шешім қабылдады. Офицер Аманданың жағдайын сұрады. Нора соңғы күндері қызы бір түрлі қылықтар көрсете бастағанын айтты. Сол кезде ол тек оқудан шаршаған шығар деп ойлап, мән бермепті. Бірақ бүгін таңертең Аманда кенеттен жоқ болып кеткен. Тергеуші Виллерс Аманданың өз еркімен қашып кетуі мүмкін деп болжады. Бұл заңды түрде жоғалу болып саналмайтын. Қалай болғанда да Аманда ересек еді. Сондықтан өз шешімін қабылдауы мүмкін. Полиция тексеруді жалғастыратынын айтты. Бірақ ресми іс қозғамады. Джеймс бөлмені тағы бір қарап шықты. Аманданың дәптерінен ол Понтифекс институтын жарнамалайтын парақшаны тауып алды. Артқы бетінде тульпа деген сөз жазулы тұрды. Джеймс парақшаны қалтасына салып, мұның жоғалу оқиғасына қатысы барын іштей сезді. Ол бірден Аманданың мектебіне барып, құрбысы Деварамен кездесті. Девара оның жоғалуына алдын ала дайын секілді еді. Оның реакциясын байқап, Джеймс абайлап бос адам туралы сөз қозғады. Біраз ойланған соң Девара оқиғаны баяндап берді. Бірнеше күн бұрын олар топ болып қаладағы ескі көпірге барған. Сонда Аманда жол шетінен бос бөтелке алып, бос адамды шақыру ойынын ойнауды ұсынды. Әрқайсысы кезекпен бөтелкеге үрледі. Девара басында қаламаған, бірақ достарының алдында өет болмас үшін үрлепті. Тек Аманданың әдісі өзгеше еді. Ол бөтелкеге үрлегеннен кейін іштей бос адам деп сыбырлады. Сол сәтте көпір үстінен жеңіл самал өтіп, жапырақтар сыбдырлады. Қараңғылықтан терең гүріл естілгендей болды. Олар үрейленіп, көпірдің арғы жағынан әлдебір нәрсе келе жатқанын сезді. Содан бәрі қорқып қаша жөнелді. Одан кейін Аманда көпірде болған достарының әрқайсысына бары құлағына әлденені сыбырлап айтты. Сол сәтте әдетте ушу болып тұратын алаң тып-тыныш қалды. Жол шетінде отырған бір топ студент үнсіз бұрылып, Девараға үдірейе қарады. Бұл көрініс оны шошытып, тезірек кетіп қалды. Джеймс басқа достарының үйіне де барды. Бірақ үйлер бос еді. Қанша шақырса да ешкім жауап бермеді. Ол жатын бөлмеге кіріп еді. Қабырғада тағы да қара плакат тұр. Аулаға шыққанда ұзақ уақыттан өлген итті және қасында жаңа қызыл сұйыққа толы тас ыдысты көрді. Ол басқа студенттердің үйлерінде тексерді, бәрі жоқ болған. Бұл жай сәйкестік емес еді. Джеймс бәрінің түбі көпірге келіп тірелетініне сенді. Ол көпірге барып, шынында да бір бос бөтелке тапты. Бөтелкеге үрледі, бірақ ештеңе өзгермеді. Бөтелкені лақтырып, көпірдің арғы бетіне өтті. Кенет құстар мен жәндіктердің дыбысы тыйылып, астынан қорқынышты гүріл естілді. Джеймс құбырмен төмен түсіп, шамын жақты. Қасында нағыз сұмдық тұрғанын ол байқамады да. Көпір астында 5 дене ілулі тұрды. Олар Амандамен бірге жоғалған студенттер еді. Жақын жердегі металл қаңқада жазу бар. Бос адам мені мәжбүрледі. Оқиға орнына полиция келіп, мәйіттерді алып кетті. Аманданы табудың жалғыз жолы Понтифекс институтын тексеру сияқты еді. Ал сол сәтте Девара үйінде душ қабылдап жатқан. Ыстық су оның көңілін жайландырғандай болды. Бірақ көзі ілініп кеткенде, кенет көлеңке пайда болып, қайшыны бетіне соғып жатқанда елестеді. Аяңғанда ол шошып кетті. Шынында қайшыны өзі ұстап, бетіне жара салған екен. Джеймсті полицияға шақырды. Өйткені Девараның жұмбақ өлімі Виллерс детективтің өзінде мазалады. Кішкентай қалада әдетте жылына 2-3 қана өлім болса, қазір түсініксіз өлімдер күрт көбейіп, бәрін алаңдатып тұрды. Үйіне келген соң Джеймс Понтифекс институтын зерттей бастады. Бұл академия шын мәнінде ақырзаман жайлы уағыз айтатын сектаның ордасы еді. 1991 жылы олар құпия рәсім өткізіп, тульпа деп аталатын нәрсені шақырмақ болған. Алайда рәсім сәтсіз аяқталып, бірнеше мүшесі құрбан болды. Джеймс парақшаның артындағы жазуды есіне алды, бәрі тульпамен байланысты. Ол интернеттен қарап, тульпа елестету арқылы қалыптасатын бейне екенін білді. Мақаланың соңында бір формула жазулы тұрды. Саназиын уақыттан. Бұл нені білдіреді? Сол түні Джеймс түс көреді. Әнса түнгі 3 минуты екен. Қайта ұйықтамақ болғанда, сырттан түсініксіз дыбыс естілді. Ол бейсбол таяғын алып, есікті сығалайды. Шын мәнінде, дәлізде бір көлеңке қозғалғанын көрді. Бірақ көп ұзамай ол жоқ болды. Қонақ бөлмеге шыққанда есік айқара ашық еді. Бұл шынымен аңыздағы бос адам ба? Таңертең Джеймс әдеттегідей антидепрессант ішіп, Понтифекс институтына барды. Қабылдау орнында оған сауалнама берілді. Алғашқы сұрақтар әдеттегідей болғанымен,
әрі қарай барған сайын абсурдқа айналды. Мысалы, адам тек ұлы материямен бірігу арқылы шынайы қанағат таба алады, немесе оның мақсаты тек өркениет күйрегенде орындалады деген мазмұндағы сұрақтар болды. Бұл сұрақтар институттың қарапайым мекеме еместігінің айқын белгісі еді. Джеймс қабылдаушыдан ішкі мәлімет алмақ болды. Бірақ ол әдейі жалтартып, жауапты өзің табуың керек деп ишара жасады. Жиналғандармен бірге ол жасырын түрде дәрісханасына кіріп кетті. Секта көсемі Артур адамдар мен әлемнің байланысы жайлы қызу уағыз айтып жатты. Әуелде сөзі қисынды көрінгенімен, біртіндеп ойлары шектен шығып, ақыры бос адамның шынайы бар екенін ашық айтты. Дәрістен кейін Джеймс Артурға тікелей барып, бос адам шын мәнінде не екенін сұрады. Артурдың жауабы сандырақтай көрінді. Оның айтуынша, бос адам бұл медитацияның бір түрі, барлық ойдың шарықтау шегі, жасырын күшті ашатын кілт. Ол, технология естелігімізді ұрлады, ал қайталану түсінікті жойды деді. Ницшенің тұңғиыққа ұзақ қарасаң, тұңғиық саған қарайды деген сөзін мысалға келтірді. Ал егер сол сөзді қайта-қайта қайталасаң, мәнін жоғалтасың. Неге тұңғиыққа қарайтыныңды да, неге ол саған қарайтынын да ойламайсың. Сол шексіз қайталануда түпкі мағына жоғалады. Бұл сөздер Джеймстің жүрегін суытып, не дерін білмей қалды. Ол кетпек болғанда Артур кенет, қайтып келгеніңе қуаныштымын деді. Джеймс таң қалды, ол мұнда ешқашан болмағанын анық білетін. Ол жасырын түрде институттың ішкі бөлігіне кірді. Қабырғалар бойында қатар-қатар төсектер тұр. Ал сөренің ортасында бірнеше тақырбас адам. Қара плакатқа қарап үнсіз медитация жасап отырды. Олар Джеймсті мүлде байқамағандай қимылсыз еді. Джеймс ары қарай өтіп мұрағатқа кірді. Сөрелердің бірінде 14 деп белгіленген папка көзге түсті. Тар баспалдақпен түсіп, кең жерасты бөлмесіне жетті. Ортада бір топ ізбасар рәсім жасап отыр екен. Олар бір мезетте бөтелкелерге үрледі. Сол таныс гүрілдеген дыбыс кеңістікті одан сайын қорқынышты етті. Кенет жарық қосылып, Джеймс әшкереленді. Институт мүшелері оны сыртқа шығарып жіберді. Жақын маңдағы тар көшеде бір жігіт күтіп тұрды. Ол бұған дейін Аманданы осында көргенін айтты. Қызды институттың қиын тапсырма орындауға жібергенін, бірақ оның нақты не екенін білмейтінін жеткізді. Барлығы Миссуридегі Понтифекс лагеріне байланысты сияқты еді. Бұл культ 5 ғасырға созылатын үлкен жоспар құрған. Аманда соған іліккен. Шындықты білу үшін Джеймстің өзі Миссуриге баруына тура келді. Легендарлы лагерге жеткенде, ол жер қаңырап бос қалған. Шіріген ағаш үйлер ғана тұр. Оларды аралап жүріп, Джеймс балалардың өлімі туралы құжаттар тапты. Қызыл бос папканың үстінде өз аты жазылғанын көріп, шын мазасыздық билет. Ол тағы бір үйге кірді. Ізбасарлар қаза тапқан жер тіпті күйреген. Еденде бос бөтелгелер шашылып жатыр. Төсек қасында ескі ойыншық аю отыр. Ішіндегі мақтасы шығып кеткен. Терезе жанындағы стелде бірнеше көне бейне таспа бар. Бір таспа Джеймстің назарын аударды. Онда культтың тәжірибелер жүргізген сәттері түсірілген. Құрғақ терлі жас жігіт орындыққа байланып, бір түрлі қимылдап отырды. Ерні үнемі жыбырлап, әлдене сигнал қабылдағандай. Ал ізбасарлар оның миын құрылғымен қатты ынталандырып жатты. Кадр кенет өзгерді. Жас жігіттің жағдайы мүлде жан түршігерлік болды. Ол қабырғаға қан жағып, саусақтары алтауға айналған еді. Джеймс қабырғаға қараса, шынында дәл сондай сурет сызылып тұр екен. Ол ары қарай көрмек болғанда, арқасындағы ойыншық аю кенет қимылдады. Джеймс жалт қарады, бірақ аю жоқ болып кеткен. Сол сәт ол шатасып далаға шықты. Өзеннің арғы жағынан әлсіз жарықтар көрінді. Шамын жақса, отты айнала билеп жүрген культ мүшелерін байқады. Олар бір сәт тоқтап, денелерін шайқап, қайтадан отты айнала жындана билей бастады. Жалын аспанға көтеріліп, әлем айналып жатқандай сезілді. Есін жиғанда от ғайып болып, ізбасарлар оның үстіне төне бастады. Қауіп төнгенін сезген Джеймс қашып, әрең дегенде көлігіне жетіп құтылды. Соңғы күндердегі оқиғаларды ойлап, ол енді ештеңені логикамен түсіндіре алмайтынын түсінді. Жинаған мәліметтерін детектив Виллерске тапсырды. Институттың нағыз секта екенін айтты. Бірақ Виллерс оған сенбей, тақырыптан қашқақтады. Сол түні Джеймс тағы да сағат 3-те оянып кетті. Есіктің жанында көлеңке тұрғандай көрінді. Қорқып, бейсбол таяғын алды. Бірақ көлеңке лезде ғайып болды. Кенет қоңырау соғылды. Есікті ашса, лагердегі ойыншық аю табалдырығында тұр. Бұл культтың қатыгез ойыны екенін түсінді. Джеймс антидепрессант ішуді доғарып, оның орнына культ мүшелерін аңдуға бел буды. Оларды ауруханаға дейін ізіне түсті. Ізбасарлар палатаға кіріп,
төсекте ес-түссіз жатқан ер адамға табына бастады. Оны құдайдай сыйлап отырды. Ал ол кім еді? Джеймс мүлде түсінбеді. Джеймс сектаның мүшесі Гарретті қабырғаға қысып, оны оңаша жерге сүйреп апармақ болды. Қасындағылар ештеңе байқамағандай еді. Қатты тергеудің әсерінен Гаррет ақыры шындықты ашты. Ес-түссіз жатқан адам қабылдағыш. Ол бос адамның саналық сигналын қабылдап, содан кейін оны ізбасарларға жеткізіп отырады екен. Ал Аманданың қайда екенін айтуға ол бас тартты. Тек көмескі түрде көбірді атады. Жаңбырлы түні Джеймс тағы да Понтифекс институтына оралды. Ол тізбекті кесіп кіруге дайын еді. Бірақ құлып әлдеқашан ашық болып шықты. Сөрелерден 14 деп таңбаланған папканы алды. Ішінде оның аты жазылған қызыл папка жатты. Ол папкада Джеймстің бүкіл өмірбаяны бар еді. Сан-Францискода өскен, полицияда қызмет еткені, әйелі мен баласын көлік апатынан айырғаны, ауруханадан алған антидепрессант рецепттері, тіпті сол аю ойыншық та осында. Ол ұлыңқы екен, бірақ Джеймстің есінде жоқ. Джеймс әйелі мен баласының суретіне қарап, шатасып кетті. Осы уақытқа дейінгі бүкіл өмірін секта басқарған болуы мүмкін бе? Ол ауруханаға барып, өзін жеке детектив ретінде таныстырып, палатадағы ер адам жайлы сұрады. Мейірбике бұл адамның 20 жыл бұрын осында әкелінгенін айтты. Кім әкелгенін ешкім білмейді. Бірақ оны үнемі бір түрлі адамдар іздеп келіп тұрады. Бүгінде палатада біреу бар еді. Джеймстің таңданысына орай, ол Аманда болып шықты. Ол әлгі ес-түссіз жатқан адамды күтіп отыр. Джеймсті көріп еш таңданбады. Джеймс дереу Нораға хабарласқанда, ол оны танымайтынын айтып, телефонды қоя салды. Содан кейін ақиқаттың бетін Аманда ашты. Төсекте жатқан адам осыдан көп жыл бұрынғы Карлы тау апатының жалғыз тірі қалғаны Пол еді. Сектаға жаңа қабылдағыш керек болған. Алдыңғы ыдыс 500 жыл бойы бос адаммен байланыс ұстап келген. Кейін оның орнын Пол басқан. Бірақ Пол әлсіз болып, шыдамайтын күйге жетті. Сол себепті секта жаңа ыдысты радикалды әдіспен жасауды ұйғарды. Ал Джеймс олардың шедеврі еді. Оның миы бос адамның ықпалына әлдеқашан түскен. Джеймстің барлық естеліктері шіркеудің тоғыған өтірігі ғана. Олар формуланы қолданған. Ұжымдық ерік зейін уақыттан. Осылайша Джеймсті 3 күн бұрын жасап шығарды. Ол жаңа қабылдағыш. Бұған дейін талай рет тырысқан, бірақ бәрі сәтсіз болды. Өйткені қорқыныш сезімі жетіспеген. Ал Джеймс енді соған толық ие еді. Джеймстің басы жарылардай ауырып, сыбырларды тыңдай отырып, ол өзін торда көрді. Әлем бір күнде Қарлы таудағы үңгірге айналды. Алдында қисық қыңыр ақ сүйектер ендісі, жан түршіктірерлік қысым шашып тұрды. Ол көлеңкеге айналып, қабырғаға сіңіп кетті. Кейін жұқа пердені жыртқандай екіге бөлінді. Қараңғы бейне оған тұра ұмтылды. Джеймс жерасты дәліздермен қашты. Бірақ ақыры ұсталып, тапаншасындағы оқтар жоқ болып шықты. Ол дәрменсіз күйде құбыжықтың оның денесіне кіріп бара жатқанын ғана көрді. Есінен айырылған Джеймс үйіне әрең жетті. Сол сәтте ең ауыр естелік қайта оралды. Нораның күйеуі қайтыс болғаннан кейін, ол жесірге жақындап, соның кесірінен әйелі мен баласы үйге жалғыз қайтып, апаттан мерт болған. Бірақ бұл да өзгертілген естелік пе? Күмәнға батып, ол бөлмеге кірді. Алдында төсекте жатқан Полды көрді. Шындық па, өтірік пе енді айырмайтын болды. Ол мылтықты кезеп, ойланбастан шүріппені басты. Алдыңғы тұлпа өлді. Бірақ Джеймс шынымен бостандыққа шықты ма? Әлде жаңа есі болды ма? Ол палата есігінен шыққанда, аурухана қызметкерлері тоқтай қалып, оған тағзым етіп тізерледі. Дәл бұрын Полға еткендей. Дәл сол сәтте уақыт түнгі 3 еді. Қараңғылық адамы, Ньярлатхотептің бейнесі, ақыры жер бетіне түсті.